Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Менің есімім Ғалымұлы Ардан. Менің туылғаннан көзім көрмейді. Бірақ қаттырақ шапалақ соғып қойсаңыздар, мен сіздерді естимін. Рахмет. Сахнаға шығардың алдында мен айнаға қараған жоқпын. Бірақ түрім нормально болып тұрма деп сұрадым. Былай қарасаң, маған бәрібір емес пе, мен түрім қандай болып тұр деп. Бірақ әрқашан үйден шыққанда да әйелімнен сұраймын, түрім жақсы болып тұр ма, нормально ма деп. Бірақ ол всегда нормально дей салады. Басқа қыздар қарамау үшін шығар, білмеймін. Рахмет. Мен арнайы мектеп-интернатта оқыдым. Көздер көрмейтін балаларға арналған. Және кішкентайымнан айналамда бәрі көз көрмейтіндер болған. Сол жерде біз бәріміз тең болатынбыз. Бәріміз бірдей, ешкім бізді бөлмейді, ешкім аямайды, шектемейді. Мұғалімдер тапсырмалар береді, өздеріміздің тазалығымызға өзіміз қараймыз, еден жуамыз, тақтаны сүртеміз. Бірақ тақтаға кім үшін жазатын білмеймін, бірақ күнде сүрту керек болатын әйтеуір. Сосын жылдар өте мектепті бітірдім. Сол кезде осылай үлкен обществомен кездестім. Өмірінде көз көрмейтін адамдарды, көрмеген адамдарды бірінші рет көрдім сол кезде. Сол кезде сезіне бастадым, адамдар кішкене басқаша қарайды екен, кішкене былай шектеп қарайды екен, немесе бір сырт бейнеңе көп мән береді екен. Соны түсіне бастадым. Сол кезде мен көзім көрмейді ғой емес, мені бәрі көреді ғой деген ойға уайымдап кеттім. Бізде зағип жандар көп нәрсені кішкене басқаша жасау мүмкін, нормаға келмеу мүмкін. Мысалы, қасықты басқаша ұстайды, немесе турағанда басқаша істеу мүмкін. Сондай нәрселерді басқа адамдар бірден байқап қояды да, олай емес, бұлай істеу керек деп әрдайым жөндеп қояды. Бір нормаларға тығып қояды. Сол кезде сондай бір нормаларға тығып қояды. Сол кезде уже ойлайсың кішкене, бұлай емес, кішкене бұлай не істеу керек, бәрі сияқты істеу керек, кішкене бұлай болу керек деп көп ойлайсың. Соған қатысты бір оқиға бар. Мен өзім спортсменмін, және біз Америка құрама штаттарында бір-екі жыл тұрып келдік. Сол жерде де спортпен айналыстым. Чикаго қаласының атынан командада ойнадым. Рахмет. Сол Америкада турнирлерге барамыз, басқа қалаларға. Және командаластарым, олар да көз көрмейтін балалар. Отельде бірге тұрамыз, бір дос баламмен. Ол да көзі көрмейді. Таңертең таңғы ас ішуге түсеміз төменге. Ол жерде таңғы асты алғанда енді былай дастархан жайылып тұрады, өзің жинап аласың, не керек, соны салып аласың, сондай.
И жаңағы дос балам вообще қысылмайды, ұялмайды, емін еркін барады да өзі қақпағын ашады, иіскейді. О, мынау жұмыртқа екен дейді. Былай иіскейді да, мынау бекон екен, мынау нан екен деп, сөйтіп өзі алып жүр тамақты. Маған айтып қояды, жейсің ба? Маған салып жүр. Сосын сусындарды да, чай, кофе, не ішесің деп. Солай сөйтіп жүр. Қатты таңғалып қалдым сол кезде. Сонда ішкі еркіндігі соншалықты өзі бір ойға сыймайтын нәрсе болатын мен үшін. Сол кезде қатты тамсандым. Жігерлендім. Келесі күні енді өзім барып, өзіме таңға салып, сондай челлендж қабылдадым. Көз қорқақ, қол батыр деп, сөйтіп бардым келесі күні өзім. Бірақ ана столға жетпей тұрып, уже ішінде былай қысылып, мен қазір не істеймін, адамдар не дейді, вообще бір түрлі емес па, ұят емес па деп ұялғаным соншалықты сыртыма шығып кетті ғой деймін. Бірден жұмысшылар келіп, келіңіз тамақ сатып берейін ба деп сұрады. Өзін жарайды деп келістім, тамақ сатып берді. Таңғы ас ішіп отырмын, ойлап қоямын, мен өзімді сондай бір сенімсіз сезінем ба, бір еркіндік жоқ па, неге мен осылай қатты ұялам деп ойладым. Неге осылай сырт көздерден ұялам деп осылай ойладым. Сол. Мен үйленгенмін, әйелім бар. Ол әйеліммен танысқанда бір көргеннен ғашық болып қалдым өзім. Рахмет. Мен әйелім ол деген көп нәрсеге мен көз қарасымды өзгертті. Өмірге деген көзімді ашып берді деп айтса болады. Бірінші танысқан кезде Баку қаласында болдық. И ол менен сұрайды. Басында, как всегда, бәрі сұрайды. Сен қалай түс көресің, қалай телефонмен қолданасың деген сондай базовый сұрақтар бар. Соның бәрін сұрайды. Сосын айтады, сен өміріңде пальма көрдің ба дейді. Мен айтамын, жоқ, пальма көрген жоқпын. И сосын айтады, жүр онда мен саған ұстатып көрсетейін дейді. Сол кезде, сол сәтте мен бір үлкен өзіме деген бір махаббат, ондай бір әйелдің махаббат емес, бір адамдық махаббат, сүйіспеншілік сондай сезіндім. Өйткені ол менің қалымды ойлап, менің ойымды, восприятиямды ойлап, солай істеп ұсынды. Сол кезде вау, күшті деп ойлап қалдым. И бірге енді уақыт өте маған қатты ашылуға көмектесті. Өйткені менің ерекшеліктерімді, жаңағы бағана айтып кеткен басқаша істеймін деген нәрселерді ол норма деп қабылдады. Ешбір жөн деген жоқ, дұрыстаған жоқ, осылай істей бер, осылай күшті, саған ыңғайлы ғой, осылай істей бер деп қатты маған сондай бір жігер берді. Және өзім бір кішігірім блогым бар, social media, соны бастауға да итермелеген сол. Себебі сен көрмесең, әлем сені көріп, жаңа нәрселер біле алады деп сондай маған ой салды.
Сол арқылы сөйтіп бастадық, блог жасап. Өте жақсы болды. Біз ең бастысы информативный информация жағынан біраз ақпарат бердік деп өзім ойлаймын. Сосын бізді өзіміздің бір танымал подкастқа шақырды. Замандас подкаст, білсеңіздер. Сол жерде де, егер қосып қарасаңыз, ең бірінші сөз, түрім қалай болып тұр, нормально болып тұр ма деп деген сөз. Сол жерде мен сондай бір ұсыныс жасадым. Әрқайсымыз өзіміздің киімімізді, түрімізді осылай бейнелеп айтып берейікші деп ұсындым. Сосын сөйтіп өзімізді айттық, комментарийға да, комментаторларға ұсындық, солай жазып кетіңіздерші, өздеріңіз не істеп жатсыздар, киімдеріңіз қандай, қай жердесіздер деген сияқты ақпаратты. Сол кезде көп адам жаза бастады. Мен осындаймын, осындай ақ футболка кигенмін, ақ рубашка кигенмін деп осылай жаза бастады. Оның бір ең күшті жақсы жағы, әсері тигені, біз көбінесе адамдар мені қалай көріп тұр, немесе бір басқа адамдардың киімін талқылап, сондай бір үйренген сияқты болыппыз. И осы челлендж арқылы біз өзіміздің түріміз қандай болып тұр, фокусты кішкене өзімізге қаратуға бұрмаладық. Сондай кездерде көп сәттер болады. Біз адамдар не дейді, адамдардың көзінде қандай болып тұрмыз, немесе ұят емес пе деген сондай ойларға көп ұшыраймыз. Және қазір менің жоқ жарайды. Рахмет. Мен сіздерге де бір нәрсе ұсынғым келіп тұр. Қазір бәріңіз бір сәтке көздеріңізді жұмып көріңізші. Қазір бәріңіз көздеріңізді жұмыңызшы. Қазіргі уақытта, дәл осы сәтте, сізді ешкім көріп тұрған жоқ. Және бар фокус, бар ойыңыз адамдардың көзінен емес, өзіңнің көзіңе түсіп тұр. Осы сәтте адамдар мен туралы не ойлайды емес, өзімді қалай көремін деген сұрақтан жаңа майндсет басталады деп ойлаймын. Көп рахмет.